Қазақстандағы Алматыдағы Асы Түрген обсерваториясы бар мысалы. Ол қараңғы зонада орналасқан дейді, яғни қаланың жарығы, ешқандай жарық әсер етпейді, аспанды зерттегенде өте қолайлы болып табылады зерттеуге. Онымен қоса астроклимат деген бар, енді аспанның ашық болуына байланысты. Сондай бір жерде орналасқан Асы Түрген. Ондағы бұлттар күндіз болады, кешке тауға тартылып кетеді бұлттар. Кешке аспан көбіне ашық болады. Оны жаңағы аспанды бақылағанға өте керемет болады да. Осы жерде айтатын нәрсе, Назарбаев университетінің жаңағы нудың Асы Түргенге қойған телескопы бар, мүмкін естіп жатқанда шығарсыздар. Әлем бойынша жаңағы GRB деген нәрсе бар, гамма жұлдыздардың жарқ етулері болады. Сол гамма всплеск дейді, жарқ етулер. Гамма жарқ етулерден кейін, одан кейін келетін сәулені мейлінше ертерек бақылап қалса, ол соғұрлым жақсы. Неғұрлым ертерек бақыласа, соғұрлым жақсы болады. Енді осы жерде үш фильтрда жаңағы аспанға жарқ етуді, Чандра деген ғарыштық телескоп жарқ етуді тіркейді да, сөйтеді да жерге оның координатасын жібереді. Барлық обсерваторияға бірдей жібереді. Өйткені ол жерде бөлінбейді. Біз американдықтар біз бірінші бақылап қалайық емес, кім бірінші бақылайды жібереді. Сол кезде Асы Түргенде тұрған нудың орнатқан телескопы ең бірінші болып қараған. 41 секундта телескоп қосылып қарап, соны жарқ еткеннен кейін 41 секундтың ішінде ананы бақылап бастаған. Ол әлемдегі ең жылдам және ең бірінші бақылаған телескоп болып табылады.